Сәлем достар, қуырылған балыққа осындай тұздық дайындағыларыңыз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ол үшін мен 2 бас жуаны осылай өте жіңішке қылып турап аламын. Жуаны қақ ортасынан бөліп. Сосын көріп отырғандарыңыздай 1 шай қасық тұз және дәл сондай уксус құямын. Үшеуін осы жақсылап араластырып, жуаларын араларын ашып осы контейнерге бір 5 минутқа бұқтырып қоямын. Яғни жуаның ашуы кетіп, тұздық дайын болады. Сосын көріп отырғандарыңыздай қуырылған балықтың үстіне осылай берсеңіздер, өте дәмді балықтарыңыз желініп қалады. Ас болсын, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ерекше